Баршаңызға қайырлы күн достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ, үлпілдек булочка әзірлейтін боламыз. Міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Видеома лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтіміз қосамыз. Жылы суымызды қосамыз. Қант саламыз. Жұмыртқамызды салып, ертілген сары майымызды құйып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді дрожжіміз саламыз. Тағы да жақсылап біріккенше араластырып, алдын ала електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Ұнды бірден салуға болмайды. Бірден салатын болсаңыздар, булочкаларыңыз қатып қалады. Сол үшін жарт-жарттан бөліп салып отырыңыздар. Қамыр жұп-жұмсақ, қолыңызға жабыспайтын болуы қажет. Қамырымызды біріккенше жақсылап илеп, 30-35 минутқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды бөлшектерге бөліп шығатын боламыз. Бөлшектерге бөліп болған соң 10-15 минутқа бетін жауып қоямыз. Қамырымыздың әр бөлшегін енді видеодағыдай жайып шығатын боламыз. Жұқа етіп жаю қажет. Булочканың ортасына кез келген дүниені салсаңыз болады. Менде рахаттың шоколадный пастасын салдым. Нутелла салсаңыз болады, творог салсаңыз болады. Өзіңіздің жақсы көретін кез келген дүниені салсаңыз болады. Булочкалардың барлығын формамызға келтіріп, пергамент қағаз төсеп формамызға 10-15 минутқа бетін жауып қоятын боламыз. Жұмыртқаны сарысын және үстіне сүт құйып, жақсылап араластырып, булочкаларымыздың бетін жағып шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста 30-25 минут пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдыңғы уақытта керемет рецепттерімді күте жүріңіздер. Сіздермен бірге болған бауырсақ фуд ас болсын.